Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Жаннұр. Бүгін сіздермен сүзбелі рогаликтер жасайтын боламыз. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Рогаликтерді жасау үшін бізге ванильный сахар, қамыр қопсытқыш, сары май, қант, ұн және сүзбе керек болады. Ыдысымызға ұнды, шым тұзды, қамыр қопсытқышты, ванильный сахарды саламыз. Қантты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мұздай болып тұрған сары майды мен теркадан өткізіп алдым. Кішкенеден қоса отыра араластырамыз. Сүзбені қосып, қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр дайын болды. Үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп, біздің қамырымызды илейміз. Мен қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп, домалатып жайдым. Рогаликтеріңіз өте әдемі болу үшін осындай кольцомен тісіп кесіп аламыз. Енді теңдей бөліктерге бөлеміз. Өз қалауыңызша үлкен болған қаласаңыздар үлкен, кішкентай болса кішкентай қылып бөлсеңіздер болады. Енді барлығын орап шығамыз. 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Сонымен біздің сүзбе қосылған рогаликтеріміз дайын. Міндетті түрде өздеріңіз де пісіріп көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар.